амандасып алдық па? Иә, саламатсыз ба деп. Балалар, бүгін біздер өте маңызды тақырып туралы әңгімелесетін боламыз. Өрт қауіпсіздігі туралы. Бәріміз білеміз бе, балалар? Балалар, өрт неден шығады? Өрт неден шығады? Сосын тағы. Немен ойнауға болмайды, балалар? Сіріңкемен ойнауға болмайды екен. Балалар, сендер өте жақсы біледі екенсіздер. Дегенмен де тағы біздер өзімізді білімімізді арқылы кеңейтіп алайық та, ендеше біздер бейнероликке назар аударайық. Өрт болған жағдайда қалай дұрыс әрекет ету керек екенін айтып береміз. Ол үшін балалар бірнеше ережені есте сақтаған өте маңызды. Бірінші ереже: отпен ойнауға болмайды. Сіріңкемен тұтатқыш ойыншық емес. Егер күйік иісін немесе түтінді байқасаңдар, дереу ересектерге айтыңыз және бөлмеден шығу жөн. Егер дабыл дыбысы естілсе, қорықпай, тыныш қана есікке қарай жүріңдер. Екінші ереже: ас үйге, плита жаққа ересек. Нөмірге қоңырау шалу керек те? Иә? Бір, сосын? Хабарласу керек екен. Ол кімдер екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Өрт неден шығады екен? Неден шығады деді жаңа бейнероликте? Неден шығады екен, жаңа көрдіңдер ғой? Не деп айтты? Қайда жақындамаңдар? Мен ойнауға болмайды. Иә, өртпен ойнау. Сосын болмайды. Ол өте қауіпті екенді. Жақсы балалар. Біздер әлі де білімімізді толықтыру үшін біздерге өрт сөндіргіш ағайлар тағы да қонаққа келіп қалды. Енді сол ағайларымызға сөз кезегін берейік. Олар өздерінің құралдарымен таныстырсын. Сіздердің өрт сөндіруші ағалардың боламыз. Өрт шыққан кезде біз келеміз, өрттің алдын алу мақсатында. Жаңа бейнероликте көрсеткендей, өрт шыққан кезде 101 нөміріне хабарласамыз. Алайда ойнап звондауға, өтірік ақпарат беруге мүлдем болмайды. Егер де ойнап звондайтын болсаңыздар, біз дейтін анықтап аламыз кім звондаған, сосын хаттама толтыруы мүмкін. Сондықтан өрт шыққан кезде іс-әрекеттеріңіз дереу үйде болсын, басқа жерде болсын, тез арада сыртқа шығу керек. Өздіктеріңізден өшіруге сіздерге әлі ерте тырыспаңыздар, өздеріңізден өшіреміз деп су шашып, құм төгіп. Олай болмайды сіздерге, тек қана сыртқа шығу керек. Мана видеода айтқандай, шкафтың, кроваттың астына тығылып қалуға болмайды, мүлдем болмайды. Біз өртке келген кезде сіздерді іздеу, табу бізге қиынға соғады, егер де сіздер тығылып қалсаңыздар. Сондықтан сыртқа шығамыз. Өрт шыққан кезде паникаға түсуге болмайды, жылап, не істеп, тек қана сыртқа шығу керек. Соны есте сақтаңыздар. Одан бөлек өрттің шығатын себебі ол яғни сіріңкемен, зажигалкамен, неше түрлі жанғыш заттармен ойнауларыңыз. Сіздердің дұрыс айтыңыздар, мана сіріңкемен ойнауға болмайды. Оны ойыншық ретінде көрмеңіздер. Электр құрылғыларын, мына телефон зарядтаймыз, утюг бар, тағы да басқа электр құрылғыларын сіздер өздіктеріңізден қосуға болмайды. Оны тек ересек адамдар, папа-мамаларыңыз, үлкен кісілер пайдаланады. Сіздерге әлі ерте, ертең өскен соң, үлкен болған соң тек қолданасыздар. Телефонды зарядқа қосып қойып, ойын ойнап, YouTube, видео, TikTok нәрселерді мүлдем қарауға болмайды. Өрт шықса, сіздер қалай сөндіресіздер? Бізге өрт шыққан кезде, біздерге адамдар хабарласқан кезде 101 нөмірі бізге дежуркаға түседі. 1 минуттың ішінде біз өзіміздің мекемемізден шығамыз. Біз немен шығамыз? Өзіміздің автокөліктеріміз бар мұнда. Автоцистерна дейді. Осының ішінде біздің суымыз бар 5 тонналық. Осы машинамен және әріптестерімізбен 4 адам болып сол өртке келеміз. Өртке келген кезде біздің арнайы киіміміз бар. Оны әріптесіміз қазір түсіндіреді. Егер де киіп көруге де бар.
Осы оттан өрттен қорғайтын арнайы киіміміз бар. Оны айта кететін болсақ, бірінші кезекте саламатсыздар ма балалар? Сіздерді бүгін өрт сөндірушінің жауынгерлік киімімен таныстырып өтейін. Бізде бұл өртке барғанда киетін ең бірінші құралымыз бұл жаңағы ыстықтан, температурадан және әртүрлі жарақаттардан сақтауға көмектеседі. Аузымызды мұрнымызды жауып, еңкейіп өтеміз да. еңкейіп сыртқа шығамыз. Араласады қандай құлағы. Бұл құрал бастапқы өрт сөндіру құралдарына жатады. Енді сіздерге сұрақ, өртті немен сөндіреміз? Қандай заттарды білесіздер? Содан кейін құммен болады. Одан кейін осы арнайы өрт сөндіргіш құралы бар. Огнетушитель дейміз. Бұл порошковый пеналары бар, осы өртті алдын алу мақсатында. Бұл қалай қолданамыз? Күнделікті бір жерде тұрған соң өрттің алдында шайқап алған абзал болады. Себебі таңнан кешке дейін вообще бұны ешкім қозғамайды. Бір жерде тұра береді. Шайқап аламыз кішкене. Сосын қараймыз. Мұнда манометрі бар. Сары, жасыл, қызыл. Егерде жасылда тұрса, бұл пайдалануға жарамды, жасылда болса. А сары мен қызыл уже пайдасыз, бұны кері ішіндегі порошокқа ауыстыру керек деген сөз. Бұл қазір жарамды, жасылда тұр. Сіздерге енді бұны пайдалануға негізі болмайды, бірақ түсіндіріп кетейін. Атайларың, ағаларың, сендерді зарядканы қосып берші деп айта ма сендерге балалар? Айта ма? Ал зарядканы қосасыздар ма сіздер? Шашуге болмайды. Тоқ жанып отыр, тоқтар. Соған не шашуға болмайды? Не шашуға? Дұрыс айтасыздар. Су шашуға болмайды. Телефонда ма? Телефонға қоңырау шаласында. Құлағына бар. Қайда қанша отырау? Бір. Телефонды алып хабарласаңыз. Жақсы, давай.